Барлығыңызға сәлем. Бұл видеода be going to құрылымы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, айтылатын мәліметтерді мұқият тыңдаңыз. Be going to құрылымы негізінен келер шақта болатын оқиғаларды білдіреді. Мысал келтіріп өтейін, I'm going to go my grandparents. Мен ата-әжеме барамын деген мағынаны білдіретін сөйлем құралады. Сонымен қатар, болашаққа нақты жоспар құрған кезде осы құрылымды қолдана отырып сөйлем жасаймыз. Мысалы, I'm going to travel to France next summer. Мен келесі жазда Францияға саяхаттаймын. Яғни бұл іс-әрекет нақты жоспар ретінде шешіліп қойған. Ал енді осы құрылымның жасалу формасына назар аударайық. Ең алдымен сөйлемнің басында subject, яғни бастауыш рөлін атқаратын сөз келеді, содан соң is, содан соң going to. Осы құрылымнан соң етістікті қолдана берсек болады. Яғни бірінші формадағы етістікті қолданамыз. Мысалы, they are going to come next week. Олар келесі аптада келеді деген мағынадағы сөйлем құралады. Ал дәл осы құрылыммен сұраулы сөйлем құрайтын болсақ, мына формамен жасаймыз. is бастауыштың алдына шығып кетеді. Яғни сөйлем басында ең бірінші is, содан соң бастауыш, содан соң going to, содан соң барып етістікті қолданамыз. Мысалы, жаңағы сөйлемді сұраулы сөйлемге ауыстырып көрейік. Are they going to come next week? Олар келесі аптада келеді ме? Деген сөйлем құралады. Ал жауап берген кезде, я деп жауап беру үшін yes they are, жоқ деп жауап беру үшін no they aren't деп жауап береміз. Ал енді болымсыз сөйлемнің жасалу формасына назар аударайық. Барлығымызға белгілі, болымсыз сөйлем әрқашанда not деген сөздің қосындысы арқылы жасалады. Сондықтан да жай ғана is деген to be етістігінен соң not деген сөзді жалғай саламыз. Яғни subject is, содан соң not, содан соң going to және де етістіктің қосылуы арқылы жасалады. Мысалы, жаңағы сөйлемді болымсыз сөйлемге ауыстырып көрейік. They aren't going to come next week. Олар келесі аптада келмейді деген мағынаны білдіретін сөйлем құралады. Сонымен қатар, бұл құрылым болжам жасағанда құрылады. Бірақ ол болжам көзге көрініп анық болуы тиіс. Мысалы, look at the gray clouds. It's going to rain tonight. Сұр бұлттарға қара, түнде жаңбыр жауады. Яғни сұр бұлттар жаңбыр жауатындығына анық дәлел болып тұр. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырманы өз еркіңізбен жасап көріңіз. Бұл тапсырманы мына жақшадағы сөздерді қолдану арқылы сөйлем құраймыз. Ол сөйлем be going to құрылымына сәйкес болуы керек. Ал енді жауаптарымен бөлісейін. Бірінші сөйлемде етістік have болғандықтан going to-дан кейін have етістігін қолданамыз. He is going to have a bath. Келесі екінші сөйлемде етістік wash болып тұр, сондықтан да he is going to wash his car деген екі сөйлем құралады. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.